Танымал актер Мұрат Бисенбин қайтыс болды. Белгілі қазақстандық актер Мұрат Бисенбиннің дүниеден өткені белгілі болды. Қаралы хабарды оның қызы әлеуметтік желі арқылы жеткізген. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Марқұм 1972 жылы 11 қазанда дүниеге келген. Ол 2026 жылға 8 қаңтарда өмірден озды. Актердің қазасы өнерсүйер қауым мен әріптестері арасында үлкен қайғыға айналды. Әлеуметтік желі қолданушылары марқұмның отбасына көңіл айтып, жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Мұрат Бисенбин қазақ киносы мен театр өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған актер ретінде көрермен жадында сақталады. Марқұмның жаназасы мен жерлеу рәсімі туралы ақпарат кейінірек хабарлануы мүмкін. Қадірлі көрермендер, бұл қаралы хабарды естігенде шынында да жүрек сыздайды. Мұрат Бисенбин көпшіліктің алдында жарқырап жүргенмен, ішкі әлемі терең, өнерге адал актерлердің бірі еді. Ол экранда да, сахнада да өзін қайталамайтын, қарапайым рөлдің өзіне жан бітіре алатын өнер иесі болатын. Жастай өмірден өтті десек болатын шығар, әсіресе артында отбасы, бала шағасы қалғаны өте ауыр. Бұндай сәтте сөз жұбата алмайтынын білсек те, адам баласы бәрібір әттең деп өкінеді. Өнер адамдарының өмірі көрерменге ашық көрінгенімен, олардың да өз күресі, өз ауыртпалығы бар екенін осындай кезде тағы бір рет түсінесің. Мұрат Бисенбин қазақ киносы мен театрына үнсіз, дабырасыз еңбек сіңірген актерлердің қатарында қалатыны анық. Ол біреуге ұқсауға тырыспады, өз жолымен жүрді. Сондықтан да көрермен оны шынайы қабылдады. Қазір әлеуметтік желідегі көңіл айту жазбаларын оқып отырып, оның қаншама адамның жүрегінде ізі қалғанын аңғарасың. Бұл актер үшін ең үлкен баға. Марқұмның отбасы мен жақындарына сабыр тілеймін, қайғыра көңіл айтамын. Ал көрермен үшін Мұрат Бисенбин ойнаған рөлдер естелік болып қалады. Жарық жұлдыздай тез сөнсе де, артында қалдырған ізі өшпейді. Жаны жәннатта болсын ағамыздың. Иманы саламат болсын.